Сәлем достар, сіздермен бірге лайым арнасы. Және де бүгін мен сендерге қазақ тіліндегі синоним, антоним, амоним ережелерін түсіндіретін боламын. Сендерге бұл видео қызықты болса, әрі қарата бастайық. Синоним дегеніміз мағынасы бірдей, бірақ айтылуы, жазылуы әртүрлі. Яғни қысқа, шолақ. Бұл жердегі шолақ сөзі қысқа сөзінің мағынасын білдіреді, яғни екеуі де бір сөз, жай шолақ сөзінің айтылуы басқаша түрде, жазылуы да, айтылуы да басқаша түрде, бірақ мағыналары әртүрлі. Сұлу, көрікті. Бұл жерде көрікті сөзі сұлу сөзіне ұқсас. Және де көп, мол. Бұл жердегі мол сөзі баршылықты, көп сөзін білдіреді. Бұл ережені синоним деп айтамыз. Келесі амоним. Яғни амоним дегеніміз мағыналары бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Мысалы, көп, аз, ыстық, суық, алыс, жақын, қысқа, ұзын деген секілді. Мысалы, көп, аз. Бұл жерде көп және де аз, ыстық, суық, алыс, жақын, қысқа, ұзын. Бұл сөздер бір-біріне қарама-қарсы және де орталарына дефис қойылады. Бұл сөзді антоним деп айтамыз. Келесі ережеміз ол амоним. Бұл ең соңғы ереже. Яғни амоним дегеніміз айтылуы, жазылуы бірдей, бірақ мағыналары әртүрлі сөздер. Мысалы, қаламмен жаз, жаз келді, кілемді жаз. Бұл жердегі қаламмен жаз сөзі іс-қимылды білдіріп, естік сөзін атқарып тұр. Етістік қызметін атқарып тұр. Бұл жерде қаламмен жаз сөзі парақты алып, қаламмен жаз деген мағынасы әртүрлі. Ал жаз келді деген жаздың келуін білдіріп айтып тұр. Ал кілемді жаз деген ол мүлдем басқа, және де жаңағы басында айтқандай айтылуы, жазылуы бірдей, бірақ мағыналары әртүрлі. Бұл ережені амоним деп айтамыз. Достар, біздің видеомыз өз мәресіне жетті. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, лайк басып, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Және де каналға жазылып қойыңыздар. Сау болыңыздар.